Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 2-ші сыныпқа арналған тымақ тақырыбында диктант. Алдымен әдеттегідей мен диктантты оқып беремін. Одан кейін барып жазуға кірісеміз. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Сырты асыл маталармен сырылып тысталады. Тымақтың төбесі киізден құралып, шошақ болып келеді. Міне достар, диктантта барлығы 29 сөз. Ал енді диктантымызды жазайық. Алдымен тақырыбын жазамыз. Тымақ жазамыз. Тымақ. Бірінші сөйлем. Азат жолдан бастап жазамыз. Қазақта тымақтың түрлері көп. Жазамыз. Қазақта тымақтың түрлері көп. Тексереміз. Қазақта тымақтың түрлері көп. Келесі сөйлем. Ең бағалысы түлкі тымақ. Жазамыз. Ең бағалысы сызықша қоямыз. Түлкі тымақ. Тексереміз сөйлемді. Ең бағалысы сызықша түлкі тымақ. Келесі сөйлем. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Жазамыз. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Тігіледі. Сөйлемді тексерейік. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Келесі сөйлем. Сырты асыл маталармен сырылып тұсталады. Жазамыз. Сырты
асыл маталармен сырылып тысталады. Тексереміз. Сырты асыл маталармен сырылып тысталады. Келесі сөйлем. Тымақтың төбесі киізден құралып, шошақ болып келеді. Жазамыз. Тымақтың төбесі киізден құралып үтір қоямыз. Шошақ болып келеді. Тексереміз сөйлемді. Тымақтың төбесі киізден құралып, үтір шошақ болып келеді. Барлығы диктантта 29 сөз. Қазір мен қайтадан мәтінді оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Сырты асыл маталармен сырылып тысталады. Тымақтың төбесі киізден құралып, шошақ болып келеді.